Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Бұл қарапайым математика және сіздермен бірге Мейірбек Жоламан. Бүгін біз номері 56-шы сабағымызды бастаймыз. Тіктөртбұрыш пен шаршының ауданын табу. Ежелгі уақытта ауданды қалай өлшеген? Тіктөртбұрыш пен шаршының ауданын есептейтін боласың. Ежелгі уақытта кейбір елдерде бір күнде өгізбен жыртылған жердің ауданы өлшем ретінде алынған. Ал Римде югер, Түркияда федан, Ресейде шөмеле, Египетте федан, Австрияда йох деп атаған. Танап қазақ халқының байырғы аудан бірлігі. Бірінші есеп: бір парақ қағаз және бір түймені қақпақты, қағаздың қиылған дөңгелекті ал, түймені пайдаланып қағаз парағының ауданын шамамен өлше. Бұл бізде практикалық тапсырма, яғни бұл жерде жазудың ешқандай қажеті жоқ. Жай ғана өзіңіз сабақта немесе үйде осындай түйменің көмегімен ауданды өлшеп көріңіз. Екінші есеп: А нұсқасы. Тіктөртбұрыштың периметрі мен ауданын есепте. Бұл жерде бізде ұзындығы 8 см, ені 9 см, периметрі белгісіз, ауданы белгісіз. Жазамыз. Бұл жерде бізде периметрін және ауданын табуымыз керек. Периметрін табу үшін 8 см-ге 9 см-ді қосамыз, 2-ге көбейтеміз. Ол бізде 34 см-ге тең болады. Ауданын табу үшін 8 см-ді 9 см-ге көбейтеміз, ол бізде 72 см²-ға тең болады. Жауабы: тіктөртбұрыштың периметрі 34 см-ге, ал ауданы 72 см²-ға тең. Бізде бұл жерде ұзындығы 7 метр, ені 6 метр, периметр мен ауданын табуымыз керек. Бұл жерде ұзындығы 7 метр, ені 6 метр, периметрін табу керек, ауданын табу керек. Ол үшін 7 метрге 6 метрді қосамыз, оны 2-ге көбейтеміз. 7-ге 6 қосқанда 13 болады, 13-ті 2-ге көбейткенде 26 шығады. Енді ауданын табу үшін 7 метрді 6 метрге көбейтеміз, ол бізде 42 метр²-ға тең болады. Жауабы: тіктөртбұрыштың периметрі 26 метрге, ал ауданы 42 метр²-ға тең. Ұзындығы x метр, ені b метр, периметрін және ауданын табу керек. Периметрін табу үшін x-қа b-ны қосамыз да 2-ге көбейтеміз. Ал ауданын табу үшін x-ті b-ға көбейтеміз. А нұсқасы. Тіктөртбұрыштың белгісіз қабырғасын тап. Бұл жерде бірінші фигураның ұзындығы 8 см, ені белгісіз, ал ауданы 40 см². Жазамыз. Міне, ұзындығы 8 см, ауданы 40 см², енін табу керек. Енін табу үшін ауданын ұзындығына бөлу керек. Сонда 40 см²-ті 8 см-ге бөлгенде 5 см шығады. Жауабы: тіктөртбұрыштың ені 5 см-ге тең. Бұл жерде бізде ені 7 см, ауданы 63 см², ал бізге ұзындығын табу керек. Ұзындығын табу үшін ауданын еніне бөлеміз. 63 см²-ті 7 см-ге бөлгенде 9 см шығады. Жауабы: тіктөртбұрыштың ұзындығы 9 см-ге тең. Үшінші есеп: ауданның өлшем бірліктерінің кестесін пайдаланып салыстыр. Мысалы, 3 см² және 3 дециметр²-тарды салыстыруымыз керек. Бұл жерде 3 дециметр² ол бізде 300 см²-ға тең болады. Сондықтан да тең белгісін қоямыз. 9 дециметр² және 900 см². 9 дециметр² ол бізде 900 см²-ға тең болады. Сондықтан да тең белгісін қоямыз. 5 метр² және 500 дециметр². 5 метр² ол бізде 500 дециметр²-ға тең болады. Сондықтан да тең белгісін қоямыз. 5 метр² және 5 см². 5 метр²-та 50 мың см² шығады. Сондықтан да 5 метр² 5 см²-тан артық болады. Келесі, 10 дециметр² 100 см²-тан артық болады. Себебі 10 дециметр²-та 1000 см² бар. 200 дециметр² 2 метр²-ға тең болады. Себебі 2 метр² ол бізде 200 дециметр²-ға тең. 9 метр² 900 дециметр²-ға тең болады. Себебі 9 метр²-та 900 дециметр² болады. 9 метр² 90 дециметр²-тан артық болады. Себебі 9 метр² ол бізде 900 дециметр²-ға тең. 100 см² 100 дециметр²-тан кем болады. Себебі 100 дециметр²-та 10 мың см² бар. Төртінші есеп: А нұсқасы. Фигуралардың қабырғаларын өлшеп, периметрі мен ауданын тап. Қабырғасы 4 см-ге тең. Периметрін табу үшін қабырғасын 4-ге көбейтеміз. Сонда деген ол бізде 16 см-ге тең болады. Ауданын табу үшін қабырғаларын бір-біріне көбейтеміз. Сонда бізде 4 см-ді 4 см-ге көбейткенде 16 см² шығады. Енді олай болса, фигуралардың боялған бөліктерінің ауданын тап дейді. Бұл жерде біздер оның жартысын табуымыз керек. Ол үшін 16 см²-ды 2-ге бөлгенде бізде 8 см² шығады. Келесі бізде екінші фигураға назар аударайық. Бұл жерде ұзындығы 6 см, ені 2 см. Периметрін табу үшін ұзындығы мен енін қосамыз, 2-ге көбейтеміз. 6-ға 2 қосқанда 8 болады, 8 2 16 см болады. Ауданын табу үшін ұзындығы еніне көбейтеміз, 6-ны 2-ге көбейткенде 12 см² шығады. Фигураның боялған бөлігінің ауданын табу үшін оны 2-ге бөлеміз. 12 см²-ды 2-ге бөлгенде 6 см² шығады.
Бесінші есеп, әрбір суретке дұрыс жауапты жаз. Тіктөртбұрыштың барлық ауданын табу керек. Ол үшін 6 метрді 6 метрге көбейтеміз, ол бізде 36 метр квадратқа тең болады. Келесі, боялған бөліктің ауданын табу үшін 2 метрді 2 метрге көбейтеміз, ол бізде 4 метр квадратқа тең болады. Енді біздер боялмаған бөліктің ауданын табу үшін 36 метр квадраттан 4 метр квадратты азайтамыз, ол бізде 32 метр квадратқа тең болады. Келесі, әр нұсқасындағы суретке назар аударайық. Бұл жерде ұзындығы 6 метрге тең, ені 5 метрге тең. 6-ны 5-ке өткенде 30 метр квадрат шығады, яғни тіктөртбұрыштың барлық ауданы 30 метр квадратқа тең. Енді біздер боялған бөліктің ауданын табу үшін 3 метрді 2 метрге көбейтеміз, ол бізде 6 метр квадрат шығады. Боялған бөліктің ауданы 6 метр квадрат. Енді бізге боялмаған бөліктің ауданын табу үшін 30 метр квадраттан 6 метр квадратты азайтамыз, ол бізде 24 метр квадратқа тең болады. Келесі, бұл нұсқасындағы суретке назар аударатын болсақ, бұл жерде ұзындығы 8 метр, ені 6 метрге тең. 8 6-ға көбейткенде бізде 48 шығады. Жауабы тіктөртбұрыштың барлық ауданы 48 метр квадрат. Боялған бөліктің ауданын табу үшін 4 метрді 3 метрге көбейтеміз, ол бізде 12 метр квадратқа тең болады. Боялмаған бөліктің ауданын табу үшін 48 метр квадраттан 12 метр квадрат азайтамыз, ол бізде 36 метр квадратқа тең болады. Алтыншы есеп, 35 қосылған x тең болады 200 азайтылған 140. 200-ден 140-ты азайтқанда 60 шығады. X табу үшін 60-тан 35 азайтамыз, ол бізде 25-ке тең болады. Тексереміз. X орнына 25 қоямыз. 35 қосылған 25 тең болады 200 азайтылған 140. 35-ке 25 қосқанда 60 шығады. 200-ден 140-ты азайтқанда 60 шығады. 100-ге 210-ды қосқанда 310 шығады. X табу үшін 490-дан 310-ды азайтамыз, ол бізде 180-ге тең болады. X орнына 180-ді қоямыз. 490 азайтылған 180 тең болады 100 қосылған 210. 490-дан 180 азайтқанда 310 шығады. 100-ге 210-ды қосқанда 310 шығады. 200 қосылған x тең болады 280 қосылған 600. 280-ге 600-ды қосқанда 880 шығады. X табу үшін 880-ден 200 азайтамыз, ол бізде 680-ге тең болады. X орнына 680-ді қоямыз, сонда 200 қосқан 680 тең болады 280 қосқан 600. 200-ге 680-ді қосқанда 880 шығады. 280-ге 600-ды қосқанда 880 шығады. Келесі, A азайтылған жақшаның ішінде 47 қосқан 33 жақша жабылған тең болады 310 қосылған 210. 310-ға 210-ды қосқанда 520 шығады. Біздер A-ны табу үшін 520-ға 80-ді қосамыз, ол бізде 600-ге тең болады. Олай болса, A-ның орнына 600-ді қоямыз. 600 азайтылған жақшаның ішінде 47 қосқан 33 жақша жабылған тең болады 310 қосылған 210. 47-ге 33 қосқанда 80 шығады. 600-ден 80 азайтқанда 520 шығады. Және 310-ға 210-ды қосқанда 520 шығады. Y қосылған 230 тең болады 9 көбейтілген 4 қосылған 640. 9 4-ім 36 болады. Оған 640-ты қосқанда 676 шығады. Y-ті табу үшін 676-тан 230 азайтамыз, ол бізде 446-ға тең болады. Тексереміз. Y-дің орнына 446-ны қоямыз. 446 қосылған 230 тең болады 9 көбейтілген 4 қосылған 640. 446-ға 230-ды қосқанда 676 болады. 9 4-ім 36 болады. Оған 640-ты қосқанда 676 шығады. Жақшаның ішінде 230 қосқан 670, жақша жабылған азайтылған x тең болады 410 қосқан 20. 410-ға 20 қосқанда 530 шығады. 230-ға 670 қосқанда 900 шығады. X табу үшін 900-ден 530 азайтамыз, ол бізде 370-ке тең болады. Тексереміз. 230 қосқан 670 азайтылған 370 тең болады 410 қосылған 20. 410-ға 20 қосқанда 530 шығады. 230-ға 670 қосқанда 900 болады. 900-ден 370 азайтқанда 530 шығады. Жетінші есеп А нұсқасы. Балалар қалашығы құрылысына тіктөртбұрыш және шаршы пішінді екі алан бөлінді. Шаршы пішінді аланның ұзындығы 7 метр, ал тіктөртбұрыш пішінді аланның ұзындығы 5 метр, ені 3 метр. Қай аланның ауданы артық және нешеге артық? Бұл жерде бізде шаршының қабырғасы 7 метрге тең, тіктөртбұрыштың ұзындығы 5 метрге тең, ал тіктөртбұрыштың ені 3 метрге тең. Шаршының ауданын табуымыз керек, және тіктөртбұрыштың ауданын табуымыз керек, және қайсысы артық екенін табуымыз керек. Бұл жерде шаршының ауданын табу үшін 7 метрді 7 метрге көбейтеміз, ол бізде 49 метр квадратқа тең болады. Тіктөртбұрыштың ауданын табу үшін ұзындығын еніне көбейтеміз. 5 метрді 3 метрге көбейткенде 15 метр квадрат шығады. Енді олай болса азайтамыз. 49 метр квадраттан 15 метр квадрат азайтқанда 34 метр квадрат шығады. Жауабы шаршы пішінді аланның ауданы тіктөртбұрыш пішінді аланның ауданынан 34 метр квадратқа артық болады. Жылыжайдағы қызанақ отырғызу үшін бөлінген жердің ауданы 18 метр квадрат. Осы жердің ұзындығы мен ені қанша болуы мүмкін? Бізде ауданы 18 метр квадрат, бізге ұзындығы және енін табу керек. 18 метр квадрат дегеніміз ол бізде 18 метр мен 1 метрдің көбейтіндісі болуы мүмкін, немесе 9 метр мен 2 метрдің көбейтіндісі болуы мүмкін, немесе 6 метр мен 3 метрдің көбейтіндісі болуы мүмкін. Олай болса жауабы осы жердің ұзындығы мен ені 18 метр және 1 метр, 9 метр және 2 метр, 6 метр және 3 метр болуы мүмкін. Осымен құрметті оқушылар, біздер бүгінгі сабағымызды аяқтаймыз. Сіздермен бірге болған Мейірбек Жоламан. Келесі сабақта кездескенше.